Ассалаумағалейкум ең құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып өтіңіздер. Біздерден шыққан видеоларды ең бірінші көретін боласыздар. Бүгінгі видео тауық баққан дұрыс па, или қаз, индоутка асыраған дұрыс па, сол туралы мен сіздерге айта кетейін. Жалпы негізінде қаз бен индоуткаға қарағанда, үйрекке қарағанда тауық баққан өте жақсы. Манағыдай жемге де көп шығын келмейді. Сіздерге 12 ай болса, мысалы бір жылда 12 ай болса, 12 ай бойы сіздерге жұмыртқа беруге дайын құстардың бірі деп айтуға да болады. Тек қана оларға жақсы күтіммен қарасаңыздар, сіздерге 12 ай жұмыртқа беруге дайын тауықтар деген. Ал мысалы индоутканы алатын болса, индоутка сіздерге қыста жұмыртқа бермейді. Сіздерге көктем мен күзге дейін жұмыртқа береді индоутка. Мысалы енді білмеймін, индоутканы жақсы қараса қыста жұмыртқа беретін шығар бірен-сарандар. Бірақ мен өзім индоуткадан қыста жұмыртқа алған жоқпын. Индоутка сосын былай туады. Мысалы жұмыртқа туады, 30 шақты жұмыртқа туады и басады. Басқаннан кейін қайтадан жұмыртқа туады сізге. Сол жақтары веганы да бір жылда, мысалы тауық бір рет басады, кейде 2 рет басады бір тауық. Индоутка бір жылына 2 рет басады. Көктемде туады, басады, шығарады. Жаздың ортасында тағы да басады, тағы да шығарады. Қысқа дейін сізге 2 рет басып 20-24 аралықтарында сізге балапан шығарып береді. Бір балапанды шертпей. Ал қазға келетін болсақ, қаз мысалы осыге тек қана көктемнен бастап, көктемнің айы жаз басталғанша сізге жұмыртқасын туып, балапанын шығарып береді. Одан кейін ол дейтін уже жұмыртқа тумайды қаздар деген, келесі жылға дейін жұмыртқа тумайды. Өйткені ол қаздар ана балапандан өсіріп болғанша сізге жұмыртқа бермейді. Ең негізгісі сіздерге қаздан гөрі сіздерге тауық или индоутка баққан жақсы да. Содан кейін үйректі көбінесе үйрек қойып жатыр. Үйректі баққанда индоутка сияқты үйректе. Бірақ индоутка үйрекке қарағанда кішкене таза құс деп айта аламын. Үйрек өйткені салақ келеді енді. Мынағыдай жеген тамағын жеп алады да, мысалы үстері боқ сасып, қаз сияқты. О да қазіргі жеген тамағын артынан шығара береді олар уже. Қазір жеп жатады, қазір артынан шығарып жатады. Шарбақтың да ішін бәрін бүлдіреді, қораның ішін бәрін шылқып тастайды суға түсіп. Индоуткаға көп суға түсудің қажеті жоқ. Мысалы бір айда 2 рет или 3 рет суға түссе, мысалы оларға жақсы веган болады. Ал қаздарға постоянно суға түсіп тұру керек. Қаздар дейді енді уже үлкен құстар, олар жунай береді, құттай суға да жунай береді олар деген. Құттай мысалы стаканмен су құйып қойсаң, соған жунай береді. Үйрек те сондай. Мен өз басым үйрек, қаз асырап көрдім. Индоутка мен тауықты бақтым. Өте керемет болды менде деген. Жақсы болды, жақсы нәтиже болды. Сіздерге айтар кеңесім, индоутканы или тауық асыраңыздар. Өте керемет болады. Келесі видео қандай видео түсірейік, не туралы видео түсірейік, комментария жазып кетсеңіздер өте керемет болатын еді. Әзірге видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Қандай видео түсірейік, міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер. Мен өзім қарап сіздерге айтатын боламын.